такой в конце. Женщины, зачем провокации такие создают? Провокация? Провокация же берет самое. Мемлекет где провокация? У нас, понимаете, национальная страна. Мемлекеттік тілде алқыстады. Сізге айтқан мемлекеттік тілде қызмет көрсетеді. Бригадиріңіз кім? Лаврентьев Олег Геннадьевич. Өте керемет. Жақсы. Кетеді видео қонай халқына. Хорошо, жақсы қазақша. Міне Руза апайымыз вокзалда қазақ тілінің деңгейін тексеріп жатыр. Тексеріп жатқанда ең бірінші қандай вагон? Әрине, енді сіз азамат ретінде тексеруге хақыңыз бар. Сосын сіз өз отыратын вагоныңызды сұрадыңыз ғой. Вагонымды сұрап отырмын. Бірінші вагон қай жақта деп? Нешінші вагон апай? Бірінші вагон деді. Онда ең басында ма? Білмеймін, мына жақта деді, қазақша. Ана жолы келгенде, мінекей, осы сенің видеоңнан бауырымның балам пайдаланып қалайын. Кеше ғана келдім түнде. 8-ші вагоннан 12-ші вагонға шыққан бригада іздеп бардым. Сонда шағымдан басшы болып, өзімнің вагонымда бірде-бір сөз қазақша қызмет көре алмадым. Масқарасы 12-ші вагонға шыққан барғанша бірде-бір жол серік қазақ тілін, жоқ, бірақ жол серік 4 вагон ішінде бірақ жол серік қазақша сөзіне қазақша жауап бере алды. Қалғандары я не понимаю. Сіз заң бойынша олардың қазақ тілінде қызмет көрсетуге міндетті екенін айтқанда, олар не деп жауап береді, апай? Олар айтады, мына бригадир айтады маған. Осы ма? Жоқ, мына нешінші вагон, а? Нешінші вагон? Бірінші. Бригадир солай жауап берді. Мынау ешқандай, мен айттым, мынау дискриминация, сіздер мемлекеттік тілде жауап бермейсіздер, мемлекеттік тілде қызмет көрсетпейсіздер. Сіздер осындай заң нормалары бойынша міндетті сіздер қызмет көрсетуге десем, олар айтады, жоқ, біз ешқандай дискриминация жасап жатқан жоқпыз. Мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге. Бірінші вагон қай жақта? Мен естіген жоқпын, қай тілде жауап берді? Жаңа ма? Иә. Жаңа ана жақта деді біреу ары қарай деді. Қазақша айтты, иә? Жаңа біреу ары қарай деді. Қазақша. Өзі орыс ұлтының өкілі еді, иә? Ол міндетті. Көрдіңіз ба? Осындай жақсы азаматтар да бар. Саны аз болса да. Ең болмағанда қызмет бабында қазақ тілінде сөйлеуге тырысса, көмектессе жақсы емес па? Ой, мен бұл кісіні құттықтағым келеді. Мына көрдіңіз ба? Қазақстанның азаматы, сіздің ұлтыңыз орыс па? Иә, орыс. Ұлты орыс, бірақ қазақ тілінде судай сөйлеп тұр. Сосын мемлекеттік тілді құрметтеп, сол мемлекеттің заңдарын сыйлап, адал, таза жолда жүретін азаматтардың бірі. мен сферапсужда жұмыс істеймін. Поэтому енді оқып жатырмын. Өте дұрыс. Көрдіңіз бе, білмесе де талпынып жатыр, оқып жатыр. Атыңыз кім еді? Константин. Құттықтаймын сізді. Көп жасаңыз. Бар болыңыз. Осындай азаматтарды көрдік, Құдайға шүкір. Енді мен орыс тілінде жеткізе алмаймын, құрметті көрермен. Бірақ осы Константин мырзаны үлгі ретінде көрсетіп, барлық өзге ұлттарды қазақ тіліне тартуымыз керек. Көрдіңіз бе, қандай адал азаматтар бар? Адал азаматтар бар, бірақ өкінішке орай, мен ойлап тұрмын, біз енді масқарашылық жатқан, 30 жылда осындай 30 сөз үйреніп жатқан адам үшін қуанатын жағдайда отырғанымыз қуанатын. Досымызды атқан жатыр.
негізі олар ОТП-да, басқарып лидерге да. Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте, емес, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Бірінші орын қайда? Бірінші вагон осы ма? Следующий қалай болады? Мемлекеттік тілде қалай болады? Так, бетіктеріңізді көруге болады ма? Мінекей Монахова Лариса деген, Хариванова Валентина. Менің кезден казахского языка. Неге? Мінекей, не первый раз, деп мен бірінші рет оларға. Увольняйтесь. Увольняйтесь. За 30 лет, если 30 слов не выучили, это вы, значит, читали на язык государства. Увольняйтесь. У вас морального права нету. За 30 лет. 30 лет назад вам 30 лет, наверное, было. Құрметті көрермен, Руза апайымыз тіл форумына қатысу мақсатында Елордаға келген. Қазір оны шығарып, жолға шығарып жатырмыз, ұзатып жатырмыз. Оның өтініші бойынша осы видеоны түсіріп тұрмыз. Енді жақсысы да бар, жаманы да бар. Әрқандай адам бар. Мінекей мына бауырымды білем. Мына бауырым өте керемет. Я мына бауырым өте керемет қызмет көрсетеді. Қызметіне де адал мына бауырым. Атыңыз кім еді сіздің? Ғалымжан болады. Ғалымжан мырза, мына жерде бір Константин деген бір орыс азаматы қызметкер өте керемет қазақша сөйлейді, сөйлеуге талпынып жатыр. Біз оны құттықтап келдік. Бірақ енді сіз сөйлемейтін әріптестеріңізді үгіттеп, қазақ тіліне тартып жүрсеңіз қандай керемет болар еді. Енді біздің артқанымыздан гөрі сіздердің айтқандарыңыз жақсы деп ойлаймын. Бір шай ішіп отырғанда әріптестер осы жердің Қазақстан Республикасы екенін еске түсіріп, естеріне түсіріп, дәл осындай Константин мырза сияқты сөйлеуге шақырсаңыздар қандай керемет болушы еді. Мәдениетті түрде. Тұлпарда істегенбіз, енді көштік, бірінші жолымыз, бірінші рейсіміз. Енді ақырын енді кірістіреміз ғой, қазақша сөйледі. Құдай қаласа, бәрі жақсы болады. Бірінші аса ауыз сөздермен емес, жай сөздермен. Ақын енді кәсіби деңгейде ең бірінші. Мұнда заработка шыққан Лаврентьев деген. Олег. Жайлап үйретеміз ғой, ол бәрі бір жота болмайды енді, но үйретеміз. Енді бір жолда 28 28-30 жыл болды ғой енді. Сондықтан бірте болмау керек. Көп болды ғой, енді алғашқы жылдар болса. Жоқ, не жұмыстаны күту керек, не сол моментте Үйретеміз. үйретем жоқ, бірте жоқ, бірте болмайды. Я, сіз қазақ бола тұр, сондай сөзді айтып тұрсыз. 30 жылда 30 сөз үйренбеген адам, ол ешқашанда үйренбейді. Ол жұмыстан кету керек. Ондай жұмысқа алыну керек міндетті түрде. Осы мемлекеттің тілін білетін азаматтар, өйткені заң бойынша, я. Қызмет біздің тілде болу керек, бірінші. Өте дұрыс айтыңыз. Сосын ғана, екінші ғана. Апа, енді жолыңыз болып аман-есен жетіп алыңыз керек үйге. Қайта жиі келіп тұрыңыз Елордаға. Осы жолыңыздан таймаңыз. Енді құрметті көрермен, көріп отырғандарыңыздай, біз де осы Руза апайымызды әрқашанда мәдениетті түрде тек қана заңға бағынуға шақырып отыр. Ешкімге бір дискриминация жасап отқан жоқ, ешкімді қорлап отқан, боқтап отқан, қинап отқан жоқ. Тек қана енді мемлекеттің заңдары бар ма? Сол заңдарды орындауға шақырып жатқан азаматтардың бірі осы апайымыз. Бізде Руза апайымыз сияқты тұлғалардан үлгі алып, бізді дұрыс жолда жүруге тырысып жатырмыз. Енді сол шындық қой, бұл мақтау емес, бұл шындық. Мен өзім недем, бірақ та бір рет сен түсірдің, соған мен қатты ризамын. Мен де өте қуаныштымын, сіз менен осындай өтініш жасағаныңызға. Өте қуаныштымын. Біледі ғой олар. Жиі менімен отырып баратын ие, қарадыға барып енді 30 минут Сол Константин мырзаға мен ризамын. Енді оның міндеті қой, сіз айтқандай. Біз риза қуанамыз әрине. Бірақ үлгі ретінде көрсетуіміз керек те сондай адамдарды. Енді өмірі ұзақ болсын. Бақытты болсын сол кісі, молодец. Осындай болу керек, иә. Заң деген бұл біздің өміріміздің кепілдігі. Қазақ тілі барлық Қазақстан халықтарының бірлігінің кепілі емес пе?